деген 98-ші сабақ дара және күрделі зат есім. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жасап алайық. Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Ал бастай қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, енді барлығымыз орнымызда отырып. Балалар, біз психологиялық ахуал жасап алдық, я? Енді біз өткен сабақта балалар қандай тақырып өттік? Зат есім туралы өттік, я балалар? Біз сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты қайталап алайық, я балалар? Өткен сабақта біз зат есімді өткенбіз, я? Зат есімнің балалар бізде екі түрі болады. Зат есімнің жекеше түрі және көпше түрі. Балалар, енді маған зат есімнің көпше түрі және жекеше түрін кім айтып береді? Әмина, айта қойшы орнынан тұр. Зат есімнің көпше түрі болады, мысалы. Иә, мысалы көпше түрі. Көпше түрі көпше болып жазылады, ал жекеше түрі жекеше болып жазылады. Мысалы, кім кетіреді маған мысалы? Айта ғой, Мансұр айта ғой. Жекеше түріне әке үй құс, ал көпше әкелер үйлер құстар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз өткен сабағымызды қайталап алдық, я? Балалар, біздің өтетін тақырыбымыз дара және күрделі зат есім. Бір ғана түбірден тұратын сөздер дара зат есім деп аталады. Мысалы, кітап, бесік, ән, әке, бұлардың барлығы дара зат есім деп аталады. Енді балалар, келесі екі немесе одан да көп сөзден тұратын күрделі зат есімді біз не деп атады екенбіз балалар? Күрделі зат есім деп аталады екен. Мысалы, ата, тасбақа, кемпір қосақ, бұлардың барлығы не балалар? Бізде күрделі зат есім болып саналады. Балалар, енді біздің бүгін өтіп жатқанымыз дара және күрделі зат есім, я? Енді балалар, барыңыз 59-шы жаттығуға назар аударайықшы, барыңыз кітабыңызға қарай. Балалар, бұл жерде дара зат есім, күрделі зат есім деп тұр, я? Енді дара зат есімге бейші, күйші, адам, өнер, құс дегенге кім сөйлем құрап бере алады маған? Сырым орнынан тұрып айта қойшы. Менің анам бейші. Менің анам бейші. Дұрыс па балалар? Жарайсың. Келесі балалар, күйші деген сөзге кім сөйлем құрап бере алады маған? Менің әкем күйші. Менің әкем күйші дейді. Жарайсыңдар балалар. Қояты шопан еді. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап беріп отырсыздар. Балалар, қай топ бітті? Балғыш шақты шебір отырғашы, қай топ бітті? Дұрыс топ бітті, мен көрдімін. Жарайсыңдар балалар, енді маған қай топ шығып жауап береді? Кім? Мансұр тағы. Мансұр шығып бізге жауап берсін. Дара және зат есімді таптым, я? Ата атасы, шапан ата, ешкі атасы, амбар ата, түйе атасы, шөпшек ата, сиыр атасы, өсіп. Балалар, дара және күрделі зат есімді тапты, күрделі зат есімді таңдады, естіген бойынша дұрыс құрастырды. Мына топқа 3 балл беріледі. Біз сабағымызды аяқталдық. Сіздерге көп рахмет балалар. Енді кімге бүгінгі сабақ түсінікті болды, кімге түсініксіз, кімге әлі де қайталау керек? Барлығымыз мына жерде кері байланыстырып, дискетті соған апарып жауыстырамыз. Сөйтіп балалар. Міне мына топқа